Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір тақырыпты талдағым келеді. Ол ұрық жоғалту синдромы деген тақырып. Орысшасы синдром потери плода. Әрбір жүктілік негізі әр әйел үшін күтілген, жоспарланған үлкен оқиға болып табылады, өмірлік маңызы бар жағдай болып табылады. Сондықтан жүктіліктің ол қалағандай аяқталмауы үлкен, тек қана әйел үшін емес, жанұя үшін үлкен драма, қайғылы оқиға болып табылады. Сондай ситуацияны сіздерге бір әйелдің, менің бір пациентімнің тарихы ретінде сізге айтып, сізге түсінікті ететін қылып осы бір случайды, кейсті айтқым келеді. Бірінші, ұрық жоғалту синдромы дегеніміз не? Ұрық жоғалту синдромы дегеніміз екі немесе одан көп жүктіліктің босанумен аяқталмауын айтамыз. Егер ол кішкентай срокта бітіп қалатын болса, кішкентай срокта үзілетін болса, ол привычное невынашивание деп айтамыз, үйреншікті түсік деп. Осы ұрық жоғалту синдромының вариациялары әйелдер үшін ол өте күрделі ситуация, ол психологиялық тұрғыдан да барлық жағынан әйел үшін ауыр өтетін ситуация. Енді мынау бір әйелдің, бір семьяның, тағдырдың осы ұрық синдромына байланған түрін айта кетейін, сөзге тиек етейін. Енді бұл менің пациентім, өзі жасы 42-де, осы соңғы менімен жұмыс жасаған уақытта 42-де. Бұл 11-ші жүктілігі болды, және оның қолында ешқандай нәрестесі жоқ болды. Бұның алдыңғы 10 жүктілігі қалай аяқталды? Бір жүктіліктерін 18-19 аптада тастады, бір жүктілігін 25 аптасында тастады, бір жүктілігін мерзіміне жетіп босанып 2-3 күн емізіп, 2 күн емізіп, 1 апта емізіп, сөйтіп енді тоқ етерін айтқанда 10 жүктіліктен бірде-бір нәресте жоқ қолында. Өте ауыр жағдай деп ойлаймын. Семьяның да, әйелдің де психологиясы өте құлдыраған, өзіне көмек іздеген, жан сауғалаған әйел осындай көмек сұрап келді. Біз жүктілік барысында, босану барысында және босанғаннан кейінгі кезеңде индивидуалды подход жасадық. Әр шагымызды әйелмен ақылдаса отыра, әйелдің жанұясымен ақылдаса отыра шешіп отырдық. Біздің шешіміміз қандай болды? Біз бұл әйелді 10 құрсақ көріп, бірде-бір құрсақтан нәресте ұстамағандықтан, бұл әйелді біз операция жолымен босандырдық. Бірінші шешіміміз үлкен. Екінші шешім, көкірекпен емізбедік нәрестені. Қыз нәресте босанды әйел, көкірекпен емізбедік. Ол екінші этапымыз болды. Үшінші этап ретінде біз әйелдің уызын, сүтін бактериологиялық тексеруге салдық. Сол кезде анықтағанымыз, бұл нәресте, алдыңғы нәрестелері, бірнеше нәрестелер, құрсақта өлі туылғаны бар, туылып, еміп, содан кейін шетінегендер бар. Бұлардың барлығында әртүрлі проблемалар болды. Бірақ бұл ұрық жоғалту синдромының комплекстің белгісі ретінде жүрді. Және бұл нәрестедегі сүтті емізбей, сүтті бактериологиялық зерттеуді жасаған кезімізде сүттен көп көлемде стафилококк ауреус деген өте зиянды бактерия анықталды. Колония деп айтамыз біз. Колония, қанша колония деп есептегенде, оның 7-ші колониясында дәрежесінде деген нәтиже келді. Сол кезде бұл, сүтпен бірге көп көлемде бактериялар шығады. Нәресте оны еміп, әр емген сайын көлемді бактериялардың жиынтығын жұтып, нәресте 2-3 күнде, 1 аптада шетінеп кете берген. Қазірге осы нәрестеміз 2-3 жасар нәресте. Бұл анамыз уже екінші тағда босану туралы ойланып маған смс-тер жібереді, әр мейрам сайын міне мынау сіздің қызыңыз деп
мына сіздің қызыңыз жүрді, мына сіздің қызыңыз сөйледі, детсадқа барып жатырмыз деп. Яғни 40-тан асқан жаңағы анамыз жаңағы бөпесін әлдилеп бауырына басып отырып қуанышқа кенеліп отырған осы жағдай ұрық жоғалту синдромының бір белгісі. Яғни нәрестелі болу үшін бұл әйел, бұл жанұя 10 құрсақтан айырылды. Тек қана 11-ші құрсақта ғана нәрестені қолға ұстауға мүмкіншілік болды. Сондықтан бұл оқиғаның сіздерге түйіндемесі ретінде айтқым келетін, егер сіз бір жүктілікті жоғалтсаңыз, екі жүктілікті жоғалтсаңыз, келесі жүкті болудың алдында сіз күрделі дайындықтан өтіңіз, күрделі тексеруден өтіңіз. Ол құрсаққа салынған перзент ол ойыншық емес, ол болса болар, болмаса болмай деген позицияда сияқты қылып қайта дайындалмай көтере беруді жаңа өзіңізге дағды етпеңіз. Әр жүктілік, тем более сіз жүктілікті тастап қойған болсаңыз, немесе қандай да бір себеппен жүктілік үзілсе, келесі жүктілікке күрделі өзіңізге мақсат қоя отырып, күрделі тексеру, емделу, сауықтыру іс-шарасынан гинекологпен бетіп тығыз отырып жоспарлап көтергеніңіз дұрыс. Сондықтан осы маңызды тема осы күйінде талдауды дұрыс деп шештім сіздермен, және келесі жүктілігіңізді жоспарлар алдында кемінде 3-6 ай бұрын дайындала бастаңыз. Ұрықты жоғалту синдромын шақыртатын себептерде, оған алып келетін салдар ретінде де көп себеп болуы мүмкін. Кәсіби осы темада мамандандырылған, осы темада жақсы тәжірибесі бар дәрігермен ақылдаса отырып, өз жүктілігіңізді, болашақ перзентіңіздің денсаулығын талдап отырып, әр этапында бөлек шешім қабылдау керек болады. Бұл жаңағыдай ұрық жоғалту синдромының қауіптісі, бұл түсік ретінде де көрінуі мүмкін, өлі босану ретінде де көрінуі мүмкін, тірі туылып кейін шетінеумен де көрінуі мүмкін. Ең соңында келетіні құрсақ пайда болады, жаңа ұрық пайда болады, бірақ анасы қолына перзент ұстамайды. Сондықтан тағы да ескерте кетейін, 2 және одан көп жүктілікті жоғалтсаңыз, сізде ұрық жоғалту синдромы деген комплекс бар. Сол комплексті ол жаңағыдай антифосфолипидный синдром ба, басқа синдром ба, немесе басқа бір генетикалық патология ма, немесе басқа қолдан өзгертуге болатын себептер ма, соны талдай отырып, сол рискті ұрық жоғалтуын қаупін төмендету керек. Сондықтан болашақ аналарымыз бірінші рет жүкті болайын деп жатқан, қайта жүкті болайын деп жатқан, міндетті түрде жүктілік алды дайындықтан өтіңіз. Өзіңіздің денсаулығыңыз, перзентіңіздің денсаулығы болашақ, ол сізге тікелей байланысты, және сіз және сіздің жанұяңыз бұған дайындалу керексіздер.